Саламатсыздар ма менің құрметті оқырмандарым? Міне мен өткендегі бауды дайындап алдым. Ұзындығын 60 сантиметр еттім. Енін 9 сантиметр етіп ұқсап тігіп, ортасына қатты андай немді арқанды болмаса мейлі мата қойсаңыздар да болады. Енді соны тігіп дайындап алдым. Енді мынау соның ішіндегі арқаның көрінбейтіндей етіп екі ұшын тігіп алуым керек. Бұл баулығы да мұқият. Мына сізге көрсетейін. Мына жерден арқаны көрініп қалуы мүмкін. Ішіндегі. Соны қазір астыңғы қабырғасына іліп тігіп қатты қысып тастаймын. Көрінбес үшін. Машинкамен де 2-3 қайтара жүрдім тігісінен, бірақ бәрібір де мынау 40-шы жіпті 4 қабаттап алып, тағы да осы ернеуін мықтап тігіп қоюым керек. Себебі бұл бау деген мықты болу керек қой. Бұл сұңбаға ауыр зат салынады, жеңіл зат салынады дегендей. Бұл үзілмейтіндей, қиылмайтындай болу керек. Кем дегенде бір 10-15 жылға жарайтындай мықты болу керек. Ондай артық құртығын кесіп алып тастаймыз. Сол 60 сантиметрдің бас жағынан 5 сантиметр, аяқ жағынан 5 сантиметр қалдырып, оны тігуге дайындадым осы жерді. Ішіне арқан салдым, жіңішке арқан. Міне енді қазір мына жерге сіздерге көктеп 4 қабат жіппен тағы да мықтап арқанды көрсетпейтіндей етіп тігіп қоюым керек. Тіккен жібіміз арғы баудың сырт жағына шықпау керек. Міне мына ұқсап нықтап түйіп 2-3 қайтара. Арғы бетіне шықпау керек. Себебі мынау бергі астар жағында тұрады, мынау ашық жері. Қазір мен ұстап тұрған жер ашық жері да. Енді соны бұл астар жағына қарайды. Ар жағы сырты оя қарайды, тегіс өтпеу керек. Мінекей тігіп алдым. Енді арқаның ұшы көрінбейді. Мен 4 шетінде осындай, 2 баудың 4 шетінде осылай тігіп алам. Төрт шетінде осындай бауының ашық жерін тігіп аламын.
Al çayı. Төрт шетінде осылай арқаны көрсетпей тігіп аламын. Түйіндеп түйіп сөгіліп кетпейтіндей мықтап тігіп алуымыз керек. Және жібіміз арғы сырт жағына өтпеу керек. Соны ұмытпаймыз. Мына екі шетінде тігіп алдым. Енді мінекей бау мынандай болып шықты. Енді екінші бауды тігіп, оны сізге көрсетпей қояй. Мінекей қазір мына жерде сумкамның бауы тігетін жерін сөгіп алдым, және теріс қараттым. Мына ортасындағы ашық жерде тіккен жоқпын әлі.
мынау ашық жағы астарына қарай кетеді, ақ астарына. Мына бүтін жағы құрақ жаққа кетеді. Соны ұмытпаңыздар. Жұмсақ жерінен мына ұқсап ұшына тігіп алуым керек. Қазір сіздерге тіккенді де көрсететін боламын. Баудың ашық жағы астарына қарайды. Мына ұқсап тігістің орнымен жүргізіп аламын. Сосын және тағы да көлденең бір жүргізіп аламын. Себебі бұл жер мықты болу керек қой өте. Мына ұқсап көлденең бір жүргіземін. Астындағы құрақтың тырнақшасына тигізбей жүргізіп өтуім керек. Қазір сіздерге тіккенді де көрсететін боламын. Мінекей. Біреуін тігіп алдық. Енді екіншісін тігеміз қазір. Енді былайша айтқанда сіздерге үйреніп асын деп асықпай көрсетіп отырғаным ғой.